Мен Мұқағали Мақатаев 1931 жылы Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келдім. Балалық шағым сол таудың баурайында, табиғаттың құшағында өтті. Өлеңге деген махаббат мені жастайымнан жетеледі. Алғашқы жырларымды ауылда жүріп жаздым. Кейін Алматыға келіп, әдеби ортаға араластым. Қазақ радиосында, газет журналдарда қызмет еттім. Бірақ қай жерде жүрсем де, менің шын қызметім поэзия болды. Мен үшін өлең өмірдің өзі. Махаббат туралы, отан туралы, адам жанының терең иірімдері туралы да қалам тербедім. Аққулар ұйықтағанда, Дариға жүрек, Фариза секілді поэмаларым мен жырларым менің жан сырым. Поэзия, менімен егізбедің деп өзім айтқандай, өлең менің тағдырым болды. 1976 жылы бұл жалғанмен қоштастым. Бірақ мен өлген жоқпын. Менің жырым тірі. Менің халқым барда, қазақтың қара өлеңі барда мен бармын.